Міне мен 10 қатар тоқыдым. Сіздер тапсырма бойынша 30 қатар тоқисыздар. Міне біздегі жиегіміз тегіз, біркелкі. Мысалға, жаңа классикалық узорда көрсеттім ғой. Жиегі бүртік. Ал мына узорда жиегі тегіз болды. Біз бірінші ілмекті үнемі іліп, оң тоққан кезде, сол жағын теріс тоққан кезде, міне екі жағы да тегіз болды. Енді сіздерге осыны қалай жабу керек екенін көрсетемін. Міндетті түрде бұл оң бетінен жабылатын жабу түрі. Бірінші екі ілмекке оң қолдағы спицамызды кіргізіп, оң тоқимыз. Оң қолдағы тоқылған ілмекті қайтадан сол қолдағы спицаға кіргізіп, тағы да екі ілмекті біріктіріп, тағы оң тоқимыз. Осылай соңына дейін тоқимыз. Сол қолдағы спицаға кіргіздік, екі ілмекті алып оң тоқыдық. Оң қолдағы тоқылған ілмекті қайтадан сол қолдағы спицаға кіргізіп, тағы оң тоқимыз. Осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Міне көргендеріңіздей, міне оң жақ және мына жапқан кезде бізде оң болып әдемі өріліп жабылады, аяқталады тоқуымыз. Егер сіздерде мына оң сол узорды тоқыған кезде мынандай асты ширатылып, оратылып қалып жатса, бұл қорқмаңыздар, нормально. Себебі бірдей узорды оңды оң қылып, солды сол қылып тоқыған кезде ол өзі мынау тоқыма жіп солай ширатылып қалады. Кейін бұйым барысында оны жалғап немесе жиектерін кружокпен қатырып, солай жасап алуға болады. Жаңа уайымдап жүрмеңіздер, неғып менікі ширатылып қалды, неғып әдемі болмай жатыр деп. Бұл өзі узордың түрі сондай. Міне соңғысын да дәл осылай тоқыдық. Енді соңғы неге әшейін бос ілмек тағы аламыз. Сөйтіп қайшымызбен қиып шығарып аламыз. Болды.